Сәлем достар. Осыдан бірнеше уақыт бұрын TikTok'та хит болған мына қыз естеріңізде ме? Барлығы дерлік әдемі сүйкімді қыз екен деген пікір білдіріп жатты. Ал ол қыздың шын мәнісінде не істегенін және қазіргі таңда қызға не болғанын білесіздер ме? Білмесеңіздер, видеоны толықтай көрулеріңізді сұраймын. Айта кететін нәрсе, достар, бізде 90%-ға жуық адам арнамызға тіркелмей көреді екен. Сіздерден сұрарымыз, видеоны жай ғана қарап отырмай, арнамызға тіркеліп кетейікші. Сосын лайк басуды да тоқтатпаймыз. Алдыңғы видеоларымызға көрсеткен белсенділіктеріңіз бізді қуантуда. Егер де осы видеоға 3000 лайк жинасақ, бүгінгі видеомызда айтатын қыздың оқиғасына ұқсайтын тағы бір қыз туралы видео түсіреміз. Ендеше сіздермен бірге QRF ұжымы бүгін біз Изабелла Гузман туралы қысқаша баяндап береміз. 2013 жылы тамыз айында 18 жасар Изабелла Гузман өз туған анасы Юн Ми Хойдың денесіне 151 рет пышақ тығып өлтіреді. Бірақ сотта қыз кінәсіз болып шығады. Өйткені оған шизофрения диагнозы қойылып, түрменің орнына оны психиатриялық ауруханаға жатқызады. Изабелланың сырт келбетіне, сөйлегеніне қарап, адам өлтіреді дегенге сену қиын. Детективтер қыз бен анасының арасында қандай конфликт туындағанын анықтай алмады. Жағдай орын алмастан бір күн бұрын қыз анасына электронды хат жолдапты. Ол жерде сен бұл үшін жауап бересің делінген екен. 2018 жылдың 28 тамызында үйдегі конфликтке байланысты полициялар келеді. Одан соң аса қатты ештеңе бола қоймағандықтан олар кетіп қалады. Олар 18 жастар Изабеллаға мінез құлқына байланысты үйден қуып жіберуі мүмкін екенін ескерткен. Анасы Юн Ми қаланың ортасындағы портретті студияның басшысы болған екен. Кейде ол 12 сағат жұмыс жасайды. Әкесі Роберт Гузман Юн Ми қызы үшін бәрін жасады. Бірақ Изабелла оны бағаламады дейді. Бұрынғы күйеуі Юн Мидің студиясында оқуды қойып, Изабелла жұмыс жасаған еді деген екен. Өгей әкесі Райан Хойяның айтуынша, Изабелла тынышталғандай болып, бөлмесінен күні бойы шықпайды. Түстен кейін үйге қыздың биологиялық әкесі Роберт Гузман келеді. Ол қызымен аулада сөйлесіп тұрады. Изабеллаға үлкендерді, әсіресе анаңды құрметте деген секілді түсіндіреді. Кешкісін сағат 21:11-де Райан Хой 911-ге хабарласып, Изабелла оның әйелін ұрып-соғып, ваннаға кіргізіп кілттеп алғанын айтады. Бұның бәрі Райан үйде болған кезде болған екен. Оның айтуынша 21:30-да әйелі жұмыстан үйге келеді. Солай жуынатын бөлмеге барады. Райан тамақ ішіп отырып, жоғарыдан әйелінің айқайлаған дауысын естиді. Ол жылдам жоғарыға көтеріліп жатқанда Изабелла есікті жауып алады. Содан соң есіктің астынан қан ағып жатқанын көрді. Көп ұзамай қолына пышақ ұстаған Изабелла бөлмеден шығып, тіке қарап жүре береді. Бөлмеде болса, Юн Мидің денесі адам шошырлықтай болып жатыр екен. Райан әйеліне көмектесуге тырысайын деп жатып, оның өлгенін түсінеді. Полиция келгенде Райан әйелі жұмыстан келген соң қызымен сөйлеспегенін айтады. Изабелла болса үйден шығып, келесі күні табылады. Анасын өлтірген соң жақын маңдағы сауда орталығына барып, дәретханасына кіріп, шашын жуып, киімін ауыстырады. Ол сауда орталығының қызметкерлеріне мені зорлады деп полиция шақырмауын сұрайды. Әйтпесе Изабелланы үйіне жібереді, ал қыз әкесінен өлерде қорқатын еді. Келесі күні Изабелланы бәрібірде полициялар тауып алады. Қыз оларға өзінің Изабелла емес екенін және өзін Синсинатидан келген Саманта Гонзалес деп таныстырады. Полиция Изабелланың төлқұжатына қараса, қыз «Біз екеуміз ұқсаймыз, бұл мен емес» дейді. Полициялар оны автотұрақта ұстап отырады. Оның биологиялық әкесі Изабеллаға қатысты былай дейді. Изабелла жақсы, жүрегі жұмсақ қыз. Бірақ мен қызымның неге оған барғанын түсіне алмай ақ қойдым. Ал өгей әкесі болса, Изабелла нағыз проблеманың өзі болды дейді. Қыз 7 жасқа толған кезде анасы адам төзгісіз мінез құлқына байланысты оны әкесіне жіберген екен. Апасының айтуынша, қыз анасымен қарым-қатынасы нашар екенін байқамаған. Сөзге келіп қалуы мүмкін, дегенмен мұндай жағдай болады деп ойлаған жоқпын дейді.
Артынша оның сот залындағы видеолар әлеуметтік желілерге тарап кетеді. TikToktан да өздеріңіз бұны көргенде шығарсыздар. Ол жерде Изабелла өз ісіне өкінбейтінін анық көрсетеді. Камераға қарап, ол жымияды. Кейінірек Изабелланың денсаулығында ауытқу бар екені анықталады. Сот қыздың шизофрениямен зардап шегетінін айтады. Солай оны түрменің орнына психиатриялық ауруханаға жатқызады. Содан бері Изабелла Колорадо штатындағы Пуэбло қаласындағы психиатриялық ауруханада емделді. Прокурор Джордж Браучелер бұл істі көргенде былай баяндайды. Мен бұрын соңды өмірімде бұндай пышақ жарақатын алған адамды көрмедім. Ол өз анасына 150-дей пышақ тыққан. Ойлаңызшы. 2020 жылы күзде Изабелла өзін босатуын сұрайды. Солай CBS телерадиосына берген сұхбатында дәрігерлердің арқасында жақсы болып қалғанын айтады. Мен бұны жасағанда басқа адам болдым. Ал қазір мен толықтай өзгердім. Отбасым маған ұзақ жылдар бойы басқаша көзбен қарады. Менің анаммен болған жағдай енді сұмдық. Менің қолымда сол жағдайдан алған жарақатым әлі де бар. Енді ондай нәрсеге мүлде жоламаймын. Өзіме де, өзгеге де зиянымды тигізбеймін, деген екен. Осылайша видеомыз аяқталды. Ойлаудың өзі өте қиын сұмдық жағдай. Видео туралы пікірлеріңіз болса, комментке жаза кетіңіздер. Ал бізге қояр сұрақтарыңыз болса, Telegram арнамызға жазсаңыздар, біз міндетті түрде жауап береміз. Лайк басып осы видеоға 3000 лайкты тездетіп жинап тастайық. Бізде осымен осы. Ендеше, сіздермен бірге болған және әрдайым бірге болатын QRF ұжымы келесі видеоларда кездескенше.